Добрый день, қайырлы күн, қыздарым, қалайсыңдар, қалай жағдайларыңыз қалай? Әдеттегідей бүгін қызымның садикке кеткеніне точно бүгін бір апта болады. Бір апта бойы ұйықтамасам да көзімді ілмесем де әйтеуір жүрмін. Ойлап қоямын, мә қызымның үйде болған жақсы одан деп ше. Одан сайын жұмысым көбейе беріп, бірінен соң бірі жұмысым шығып жатыр ғой. Бүгін менің негізі үй жинайтын күнім еді, но бірақ бүгінгі күнімді осындай қазандарға арнадым. Бұрында мамаларымыз осындай қазандарды жуатын болсақ далаға шығарып қойып құмға ысқылататын еді. Ол кезде мынандай әзелет дегендер болмады ғой. Но бірақ қазір менің әзелет жанымның рахаты десем болады. Әзелетке паш-паш етіп сеуіп жібересің да потырлатып бетіңе майын шығарып береді ғой ше. Но енді зиян зат екен білем, но сонда да бірақ ыдыстарым жалтылдап өзіме қатты ұнайды ше, өйстіп кәдімгідей ыдыстарым деген айна сияқты болып жылтырап тұрады ғой өзіме. Солай алдында неге әзелет бет қылған кезде мына шәйнектің сыртын темірмен ысып жуылған ғой, мә бекер ыстым ба деп өкініп жүрмін дегендей болып тұр ғой. Мә андай сырты деген айғыз болып қалды, но бірақ енді келесіде ыспаймын. Егер де осындай шәйнектеріңіз болса, өйтіп ысушы болмаңыздар. Бұл шәйнектер андай ферме жусаң да жылтырай қоятын шәйнектер емес қой. Солай тез кастрөлдерінің бәрін 1,5 сағат дегенде жуып алдым да қой құрсын, өзіме бір кішкене уақыт бөлейін дедім да холодильникте жатқан бір мороженое бар еді, әкеліп алып балалар жоқ кезде рахаттанып тұрып оны жеп алдым да содан балаларымды садиктен алып келдім. Мен кешкі тамақ үйтем дегенше сонымен балам бүгін садиктен осындай жарақатпен келді. Мына қыздың үстін қараңыздар, ужас, просто ужас. Түрін қарасаңыздар құрсын, енді мына баланың садикте құлап қалыпты. Енді апайларына ренжейін десем де бір жағына өзімнің баламның қателігі бар. Өйткені балам менің қатты жыбырлақшы. Үйде жүргеннің өзінде сүрініп құлап сөйтіп жүреді ғой. Сондықтан мен оның апайларына да ренжи алмай отырмын десең. Сіздің балаңыз осындай жағдайда келсе қалай қабылдар едіңіз? Бүгінгі видео қысқа нұсқа болғандықтан мен тез сөйлеп жатырмын. Сондықтан лайктарыңызды басып комментарийлеріңізді жазып мені қолдап кетіп тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақында вагон нелер видеолар болайын деп тұр. Чемоданский настроение болайын деп тұр скоро.